Қапшысын қар өлеңнен қуырғандар, қазақ боп мұны өмірде туылғандар, Алла деп алдарыңа қайта келдік, жұтам деп ауаңнан әр суыңнан бал. Ағайын Ринат үшін айқайладың, мен үшін ал ендеше шуылдаңдар. Бісміллә, шырын сөзге құлай бойлап, тұрадай бойдағаным ұдай қайнап. Елдеген елдің келдім жырлау үшін, белдеген тәуекелдің қынай байлап. Ойыма көне жұртты алсам болды, бойыма бітірердей құдай қайрат. Пердесін надандықтың сыпырам деп, Алла деп абайды өттау Құран дойлап. Түркінің тұрақ татулығын сақтаймын деп, Мұстафа Шоқай өттау Тұран дойлап. Ассалаумағалейкум, алдалашым шаттығың бүгін бөлек шырайланбақ. 13-ке толып жатыр елордамыз, бүгінде көк байрақты қыран байлап. Қадірін білсен қалқым азаттықтың, Тәңірім басқа берер тұмардай бақ. Астанам саған сәлем жолдап жатыр, артымда Атыраудай мұнайдай мағай. Айтыста Ринат дейтін актер жүр ғой. Халқымда тентегім деп ат берді ғой. Ринатжан айналайын аманбысың, дүбірін қазағымның ат келдің ғой. өзіңнің айтысыңа ризамын, ұстасқан адамыңа шарт бердің ғой. Балқиған Балғынбектен құтылып ем, қалқиған Қуалаға тап келдім ғой. Намысты жігіт болсаң айқаяға тұрып көтер, халықтың қошеметі қылықты етер. Қалқиған бала дедің мұна мені, оныңнан ұяламас күдік бекер. Мен балпиған Балғынбек емеспін рас, қампиған қарнына күлік бетер. Қалқиған Ринатқа жолықсаңыз, аңқиған аузыңыз ұрып кетер. Айқаяға ай ай. Бісміллә, ал сөзімді барша тыңда, айыппа елім құлақ салсақынға. Мәнді сөз айталмасақ мәйекті қып, Астанаға келгем жоқ мал сатуға. Ассалаумағалейкум ағайындар, болмайды көңіліңді қаусатуға. Алдыңа ақындарың тағы келді, өнерлі өрен жастар бар сапында. Астаналық көрерменнен айналайын, бірдей қолын соғатын бар шақынға. Қазақтың ең жақсысы сіздер, бұл сөзім жалған емес қонса ақылға. Қазақ тілді қадірлейтін нағыз қазақ бүгін айтыс көріп отыр хан шатырда. Шатыр тайып кеткен жын ойнақтар, Құдай білсін жүргенің қай шатырда. Айқаяға ай ай. Әкімнің інісімін деп айттың ау, билікке жақындықты сезіндіріп. Бәкеңді үйтіп-бүйтіп жеңіп кеттің, өткен кеткен жыраулардың сөзін бұрып. Сонан кейін сені мен өзім шықтым, қайтпайтын мінезімді көзір қылып. Әкімнің бір әчкәсін жіберейік, ақырын сақын адам безіндіріп. Айқаяға ай ай. Ей, маздаса ойлар балауыз, таймайды топта тағамыз. Олабай менен Қабанбай біздің ата бабамыз,
Сен жайық болсаң сағадат, біз ертіс болып ағамыз. Сүйінбайша айтқанда көзіме тура қараңыз, менсіне бермеңіз. Әкім болса да ағаңыз, сіз әкімге сенсеңіз, біз халықтан қолдау табамыз. Қамшыласа қалың ел, шаң боратып шабамыз. Керек десең әкім інісі түгіл әкімнің, керек десең ханға да тура сөйлей аламыз. Ай, Ринатжан, өзің әртіс, өзің жұлдыз, жаттайды әнге жазған сөзің дұлғыз. Аллаға сендім дедім әкімге емес, санаңа сағадаттың сөзін кіргіз. Бұл жерден безіндірем деп қоясың, жүрекке сабырың мен төзімділгіз. Сақында құрдойлардан артыла алмай, біз мұнда құрдаланы кезіп жүрміз. Бездірем демей-ақ қой, біз онсызда өмірде көп нәрседен безіп жүрміз. Әрқашан ақиқатқа ұлтым жақын, құл болып кетпейікші құлқын қатын. Далада безіп жүрміз дейік балдың ба? Бұл сағадат не деген бір түрлі ақын. Қарсылас қызыл тілін сермеді ме, өлеңді айналдырып ермегіне. Микрофон өшкесін, жалғыз Аллаға кештесін. Қазақтың ақындары тек мынандай қиын күн кешпесін. Ағайын ендеше қошемет берсең қолыңмен, өлеңін салам кестесін. Микрофоным өшсе де, колонкам жанып кетсе де, қазақтай қайсар халқымның үн ешқашан өшпесін. Сағадат сахнада ерледі ме? Білмеймін, тек бекерге терледі ме? Кешеде бұл сахна жаман дедің, сөзіңнің қарап едім өрнегіне. Қарашы қандай ғажап бұл сахна, жарастырып жасаған көрмені де. Айналада тұрған әсем киіз үйді көзілдір киген көзің көрмеді ме? Егерде бұл сахна жаман болса, бір пайда қылмадың ба сен деліңе? Інісіне жан ашса әкім аған дені дұрыс сахна бермеді ме? Сынауға келген тілің осы жерді сұрауға ағаңыздан келмеді ме? Сені қайдан мен өз басым бақыттымын, Астананың төріне келгеніме? Ай. Ақиқат айту керек жырлағасын, айтыста сонда ғана шыңдаласын. Мақтадың сөз басында қан шатырды, ол сөзден қандай інім үлгі аласың? Хан шатыр деген сөзден не пайда бар, ішінде ханның өзі тұрмағасын. Шіркін-ай, хан шатырза қан тұрсы егер, жұртымның жеткізерем мұңналасын. Теңселтіп елдің жайын жәңгір қайтқан, ұлы едім ұлықтайтын дүр бабасын. Беу қалғым ен өздерін көтеріңдер, Махамбет туған жердің бір баласын. Төкпелетсең Ринат, төкпелесең інішек, қасыңда қарап қалмаспын, бабадан қалған бұл төкпей, ақтаннан қалған жалғаспын. Өлеңнен мүсін қашаған, қас туған жырау қашаған, солардан қалған жалғаспын. Елдің мұңын айтсам да, екі ауыз сөзге сияр ма? Бұл жалғанда бар қазақ, жақсылығын ойлашау, бір-біріне қияр ма?
океан арун думаның балыққа құрмет жасалып, халыққа бірақ тұра алмас, қайыққа мойын бұра алмас. Мега дейтін ғимарат, іші толған жын ойнап, желіккен жастары шыға алмас. Қан шатырдан не пайда, қан шатырдан не пайда, қымбаттығы соншалық, кедейдің ұлы кіре алмас. Биік үйден не пайда, биік үйлерден не пайда, серік заттай ақының үйсіз күйсіз қаңғырып, алшаңдап басып жүре алмас. Ағайын осындай кемшілікті мен айтпасам, крутой дейтін орыстың аузыменен сыналмас. Жалған сөзге ергем жоқ, намысымды бергем жоқ, осылай үнін айтпасам, 3 күндік жолдан осында, 3 күндік мынау тойыма бас мүжуге келгем жоқ. Біз бүгін жасқанамыз несіне тым, алса да ақыныңның кесіп етін. Бастықтардың туыстары мезі қылдау, қасыңа келе қалса есіретін. Қатты айтсаң телеарнадан кесілетін, бір сөйлесең микрофонды өшіретін. Қазақтай қайсар елім аман болсын, балам деп мәртебемді өсіретін. Айқай ақау, ай ай. Басаке көп мақтауға маңайлама, мақтағыштар жетеді анау сарайда да. Бүгін менің мақтауымды шын асырып, теңедің қылышқа да, абайға да. Бұрын соңды мұндай сөз естімеп ем, мынауың шын мақтаума жоқ айлама. Мақтау жалғыз Аллаға лайық дейді, сөзімізді бұрайық солай ғана. Көзге мақтау естіген бір түрлі екен, қысылдым бер ойлана, ар ойлана. Менің өзім бір түрлі боп отырмын, патшамыз шыдайды екен қалай ғана. Айқай ақау, ай ай. Қазақтың таймау үшін тұрған бағы, шындықтың жөн секілді жырланғаны. Осы менің қазағым қашан қояд, жен болып тартылуын қырмандағы. Қазақ рас, Қазақстанның қайыршысы, осы ғой жүрегіме мұң болғаны. Қытайдың езгісіне қарсы тұрған мұнайшымның арызы тыңдалмады. Мөшек құлқын Машкевич дегендерің ұлтымның қазынасын ұрлауды әлі. Ол аз болса Астанада той жасалсақ, шетелдің әртістері тыңдалғаны. Өзге ұлттың бәрінде бір-бір үй бар, қазақ соған квартирант боп тырбаңдады. Қазақтан бір премьер таппағандай, Мәсімовті қайта сайлап бір қорлады. Ағайын осылай бол деп тілеп беді кешегі желтоқсанның құрбандары. Басыма маза бермей жүрген сұрақ, осыма отанымның нұрланғаны. Айқай ақау, ай ай. Затым қазақ, ал түбім түрігеді, қазақ десем бар рухым тіріледі. Қазақстан көп ұлтты дегенменен, қазақ сөзі Қазақстанның түбіреді. 1 май Наурыз келсе бас құлттардың қалайша бір бармағы бүгіледі. Олар оны достықтың мейрамы деп әркім өз ұлт киімін киінеді. Олар неге шапан камзол кимейді екен, сонда ғана бірлігіміз білінеді. Осыншама асқақтатып қоятындай 130 диаспора кімің еді?